Қайырлы күн достар, бүгін біз сіздермен бірге өте дәмді вареники жасайтын боламыз. Ең бірінші вареникидің нанын дайындап алуға бізге ұн, жұмыртқа, тұз, су керек болады. Ендеше біз бастаймыз. Біз ұнымызға жұмыртқамызды салып, суымызға тұзымызды қосып, барлығын бірге араластырып, нан илей бастаймыз. Нанымызды илеп болғаннан кейін табағымызда ешқандай ұн қалмау керек, барлығын таза қылдырып жасаймыз. Нанымызды илеп болғаннан кейін иінін қандырып алып үшін жарты сағатқа бетін жауып қоямыз. Нанымыздың иіні қанғанша біз картоптарымызды суға пісіре бастаймыз. Міне біздің нанымыз жарты сағат тұрды. Енді кезекте нанымызды алып, екіге бөліп, нанымызды илейміз. Илеп болғаннан кейін бетін тағы 15 минутқа жауып қоямыз. Міне біздің картоптарымыз қайнады. Енді кезекте пияздарымызды алып, турай бастаймыз. Пиязымызды турап болғаннан кейін пиязымызды қуыратын табамызға майымызды құйып, астын қыздырамыз. Пиязымызды майымызға салып, араластырамыз. Үстіне кішкене тұз себеміз, араластырамыз. Пиязымыз қуырып болғаннан кейін астын, яғни газымызды өшіреміз. Міне біздің картоптарымыз пісті. Енді шанышқымен еземіз. Картопымызды езіп болғаннан кейін үстіне бағана қуырып алған пиязымызды саламыз. Және барлығын бірге араластырамыз. Нанымыз дайын болған кезде қолымызбен нанды басып, ұнға маламыз. Содан кейін оқтаумен нанымызды жая бастаймыз. Міне біз нанымызды жайып болдық, яғни қамырымызды жайып болдық. Ендігі кезекте дөңгелек қылдырып қамырымызды кесіп шығамыз. Барлық қамырымызды кесіп болғаннан кейін вареникиларымызды жасай бастаймыз. Барлығын осылай жасаймыз. Ендігі кезекте табағымызды алып, үстіне майы құямыз. Майымыз қызғаннан кейін вареникиларымызды пісіре бастаймыз. Вареникиларымыз өте тез піседі. Ары кетсе 10 секунд. Барлығын осылай пісіріп отырамыз. Майымыз қызып тұрса, 10 секундтан ертерек дайын болады. Міне біз вареникиларымыз дайын болды. Енді кезекте қазанымызға су құйып, қайнағаннан кейін вареникиларымызды сала бастаймыз. Яғни буға 10 минут бетін жауып қоямыз. 10 минуттан кейін біздің вареникиларымыз дайын болады. Міне біздің вареникиларымыз пісті. Егер бұл видео сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, подписаться етуді ұмытпаймыз. Астарыңыз дәмді болсын.